Қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге үй жағдайында 3 ғана заттан вареный сгущенка жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қазанымызға сүтімізді құямыз. Бізде сүт майлы болғаны жақсы. Сүтті қанша мөлшерде көп қоссаңыздар, сіздерге көп шығады. Мен осы дүкеннің сүтін пайдаландым. Қолдың сүті болса тіптен керемет. 2% алдым. 6%-та жарайды. Оның үстіне қантымызды қосамыз. 400 грамм қантты қосып болғаннан кейін барып, оттың астын баяу отқа қойып, қант ерігенше жақсылап тұрып араластырасыздар. Міндетті түрде қантты салып болғаннан кейін барып, оттың астын қосасыздар. Қайнауға жақын қалып, буы шығып бастаған кезде жарты ас қасық ас содасын салып, тағы да жақсылап тұрып араластырасыздар. 10 минут сайын араластырып отырыңыздар. Біздің сүтіміздің түсі осылай сарғыштанып өзгереді. Тағы да жақсылап тұрып араластырып отырасыздар. Міндетті түрде оттың астын жай отқа қоясыздар. Біздің ас содамызды салған кезде сүтіміз тасып кетпес үшін сары майымызды, желінетін сары майды қазанның шетіне жағып қойыңыздар. Сонда сүтіміз қанша тасыса да қазаннан асып кетпейтін болады. Шамамен 1 сағаттай асықпай қайнатсаңыздар, біздің сүтіміздің түсі осындай түске енеді. Тағы да жақсылап тұрып баяу отта шамамен 40 минуттай қайнатасыздар. Сол кезде біздің сүтіміздің түсі осындай қанық түске еніп, қоюланып бастайды. Енді сгущенкамыздың дайын болғанын білу үшін осындай кез келген тарелкаға 1-2 тамшы сгущенкамызды құйып, қолмен жүргізіп өтсеңіздер, екеуі бір-біріне қосылмаса, онда біздің сгущенкамыз дайын деген сөз. Ал бір-біріне қосылып кеткен жағдайда тағы да қосымша 20 минут қайнатып аласыздар. Осымен біздің сгущенкамыз дайын. Бұны кез келген ыдысқа құйып сақтауға болады. Холодильникке қойып қойсаңыздар, одан сайын қоюлана түседі. Мен осы жерде арахис араластырдым. Сіздерде кез келген дәнмен араластырып қойсаңыздар болады. Таңғы асқа жегенге немесе кез келген пирогқа пайдалансаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Назерке. Каналым ұнаған болса, төмендегі подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар.